Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомыз ұйқы туралы болады. Ұйқы үшін қандай ұйқының позалары қауіпті болып саналады және оны біз қалай алдын аламыз, қандай мануальды техникалар бұл ұйқының дұрыс болуына көмектеседі, сол жайында айтылатын болады. Ең қауіпті позаны соңына қарай қалдырғым келіп тұр. Жалпы ұйқының егер дұрыс болмауы, дұрыс жатпасақ ұйқыға, онда ол біздің жүрек қан тамыр жүйемізге, тыныс алу жүйемізге және орталық жүйке жүйемізге тікелей жаман әсер ететін болады. Онымен қоса түрлі қан кетулер болуы мүмкін, кейін инсультке әкелуі мүмкін, немесе омыртқа жотамызда белгілі бір қисаюлар және де артынша түрлі дефекттер пайда болуы мүмкін. Жалпы көп нәрселер бізде дұрыс тамақтануымызға және ең бастысы осы денсаулықта ұйқының рөлі аса зор болып табылады. Бұл жайында ғалымдар өте көптеген кітаптар шығарған, еңбектер шығарған және олардың барлығының ең басты мақсаты осы дұрыс ұйқыға жату және адамдарға қалай дұрыс ұйықтау керек екенін үйрету және ұйқы кезінде қандай процестер орын алады, сол жайында ашып түсіндіру болатын. Енді бүгінгі видеомда мен адам үшін қауіпті ең бірінші ұйқы позасын айтқым келіп тұр. Ол бір жағынан пайдалы болып саналады, бір жағынан зияны да бар. Ол бүйірімен жату, оң жақ болсын, сол жақ болсын. Ол қандай кезде организмге кері әсер етеді. Егер де мысалы сізде жүрек қан тамыр жүйесінде белгілі бір ауытқулар немесе өзгерістер, белгілі бір патологиялар болатын болса, онда сіздің сол жағын қырыңызбен жатуыңыз сіз үшін қауіпті болып табылады. Неге десеңіз, бізде жүрек сол жақта орналасқан және де сол қырымен жататын болсақ, онда нагрузканың, яғни жүктеменің барлығы осы сол жаққа қарай түсетін болады. Ал екінші оң жаққа қарай ұйықтау, бұл көбінесе ас қорыту жүйесінде қышқылдылығы жоғары адамдарда, мысалы қыжыл болатын асқазанда, осындай адамдарда зиянды болып табылады. Неге десеңіз, бұл бізде өңеш пен асқазанның ортасында сфинктер болады. Егер осы дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда оң жаққа қарай жататын болсақ, бізде регургитация, яғни тамағымыз жиналған қышқылданып өңешке қарай, ауызға қарай келетін болады. Сіз оны құсып тастамайсыз, бірақ та өңештің бойында қыжылдың дәмі келіп тұрады. Өйткені бізде асқазан қышқыл орта және де онымен қоса өттің де қышқылдылығы әсер етіп, осындай өзгерістер болуы мүмкін. Сол үшін үшінші ереже, егер де сіз ешқандай подушкасыз ұйықтайтын болсаңыз, онда бізде тазобедренный сустав бар және кость, яғни сүйегіміз бар. Осылар және де тізенің сүйегі суставы бар және осылардың зақымдануы болуы мүмкін. Осы жерлерде кішкене ауытқулар байқалады, буын ауруы байқалуы мүмкін. Сол үшін сіз бүйірмен жататын болсаңыз, екі аяғыңыздың ортасына жастық салып жатқаныңыз жақсырақ болады. Бұл кішкене осы жамбас сүйектерінің және де тізе сүйектерінің буындарына түсетін күштемені азайтатын болады. Екінші ұйқының позасы бұл арқамен жату. Арқамен жату бұл көбінесе түнде қорылдайтын және де тынысы кідіріп қалатын, сонымен қатар асқазаны ауыратын адамдар үшін зиян болып табылады. Көбінесе мысалы қорылдайтын адамдарда, онымен қоса тыныстың кідіруі не үшін қауіпті? Ол артынша тыныстың тоқтауына әкелуі мүмкін. Ол қалай көрініс береді? Мысалы, оны ұйықтап жатқанда біле алмаймыз, оянғаннан кейін қалай біле аламыз десек, бас ауруы байқалуы мүмкін, немесе сіз ұйықтап жатып өзіңізден өзіңіз оянып кетуіңіз мүмкін, немесе қорылдауыңыз мүмкін. Осындай белгілер болатын болса, сізде тыныстың кідіріп қалуы деген симптом бар. Онан бөлек арқаға жату, бұл асқазанымыздың ауыратын, яғни қышқылдығы жоғары, воспаление, қабыну процестері бар адамдарда осы арқамен жату ұйқы позасы қауіпті болып табылады. Егер де асқазаныңыз ауыратын болса, немесе белгілі бір ұйқы безінде болсын, өтте болсын, белгілі бір проблемалар болатын болса, қыжыл байқалатын болса, барынша сол жақпен жатқандарыңызды сол жақ бүйірмен жатқандарыңызды ұсынатын едім. Одан бөлек
Үшінші ең қауіпті поза деп айтсам болады, бұл ішпен жату. Ішпен аяқты көтеріп жататындар бар, ішпен жататындар бар. Жалпы бұл негізінен омыртқа жотасының ішінде мойын бөлігіне аса қатты әсер етеді. Бізде мойын бөлігінде өте көп нервтер және де қан тамырлар өте көп орналасқан. Және де біз ұйықтаған кезде ішпен жатып басымызды оңға немесе солға қарай бұрып аламыз. Бұл біздің қорғаныс, туа пайда болған қорғаныс рефлексіміз. Және де егер де осы процесс жалғаса беретін болса, онда бізде сосудтардың, яғни тамырлардың қысылып қалуы, немесе кейін миға қан құйылу секілді, одан бөлек инсульт, бас ауыру, мигрень сияқты симптомдар байқала бастайды. Және де кейін бізде бас ми қан тамырының гипертензиясы байқалуы мүмкін, және қатты бас аурумен сипатталуы мүмкін. Одан бөлек жалпы осы мойын аймақтарындағы омыртқалардың дұрыс емес орналасуы, оған күштеменің қатты түсуі сияқты симптомдар байқалатын болады. Және де бетпен жататын болсақ, осы ішпен жату кезеңде бізде бетімізде қыртыс әжімдер пайда болады, маңдайымызда, осы ерін айналамызда және де басқа да бөліктерде әжімдер көріне бастайды. Бұл сән мақсатында да зиян болып табылады. Енді бұл ең қауіпті ұйқы позалары, және бұларды біз қандай тәсілдер арқылы алдын алуымызға болады десек, арнайы мануальды техникалар жасауымызға болады. Оларға бізде бірінші жұмсақ массаж, яғни арқаға, қолға, аяққа, одан бөлек мойын аймағына өзіміз болсын басқа біреуге жасату арқылы жұмсақ түрде массаж жасауға болады. Және бұл бізде ұйқының дұрыс реттелуіне көмектесетін болады. Екінші әдіс, ол деп отырғанымыз терең тыныс гимнастикасы, яғни тынысты терең алып, демалып ұстап тұру арқылы, және де оны жаймен жіберу арқылы, осылай медитацияның көмегімен, не болмаса өзіңізбен өзіңіз қалғанда осы упражнениелерді жасау барысында сізде тыныс алу гимнастикасы ұйқыңыздың да сәйкесінше дұрыс болуына көмектесетін болады. Үшінші әдіс, ол деп отырғанымыз растяжка. Қазақшасын білмедім, созылулар болуы мүмкін. Растяжка орысшалық түсініктірек деп ойламын. Және ұйқының алдында осы YouTube арқылы көріп жасайтын болсаңыздар, кішкене созылып болсын, онда бұл сіздің ұйқыңыздың реттелуіне, ұйқы алдындағы бұлшықеттердің босаңсуына және де терең ұйқыға кетуге жақсы көмектесетін болады. Одан кейінгі төртінші, бұл автогендік тренировка. Ол деп отырғанымыз, бұл визуализация деп айтсақ болады. Аффирмация деп, мысалы өзіңізге өзіңіз, мен бүгін босаңсып ұйықтайын деп жатырмын, менің бұлшықеттерім босаңсыды деген сияқты өзіңізді өзіңіз айту арқылы бұлшықеттеріңізді босаңсытып, команда арқылы ұйқыға кететін боласыз. Соңғысы прогрессивтік бұлшықеттік релаксация, яғни ол деп отырғанымыз жаңағыдай бұлшықетті бірінші күш береміз, одан кейін бір бұлшықеттен таңдап алып, сіз мысалы қол бұлшықеті, іш бұлшықеті, аяқ бұлшықеті деген секілді бір бұлшықетті бірінші напряжение, яғни күштеме түсіресіз, одан кейін барып оны босаңсытатын жаттығулар жасайсыз. Солай бір бұлшықеттен жасау арқылы солай да ұйқыны реттеуімізге болады. Жалпы ұйқыны біз түнде реттей алмаймыз, яғни ұйықтап жатып өзгерте алмаймыз, біз өзіміз ол автоматты түрде болатын нәрсе. Бірақ та көп жағдайда осы бүйірден жату позасын көбірек пайдаланыңыздар. Ұйықтар алдында сол позада ұйықтап кетуге тырысыңыздар. Ал бірнеше рет жаңағыдай позаларды ауыстырып отырып ұйықтасақ, бұл біздің ұйқымыз үшін тиімді болып табылады. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған жалпы тәжірибелік дәрігер Дана Асқарқызы. Келесі видеомда жүздескенше сау болыңыздар.